Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша қарсы мәнді сын есім тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 113-ші сабақ. Ортақ тақырып ғаламшар құпиялары. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен анықтап түзету. Жазба жұмысын пунктуациялық нормаға сәйкес өз бетінше редакциялау. Дескрипторы оқыған мәтінге қатысты қосымша ақпаратты дерек көздерден табамыз. Қарсы мәнді сын есімдерді білеміз. Балалар, сендер Марс жайлы естідіңдер ме? Марс неге қызыл ғаламшар деп аталатынын білесіңдер ме? Ендеше осы сұрақтың жауабы ретінде мына бейнежазбаны тамашалайық. Марстағы температураға келетін болсақ, экватордың бойында түстен кейін +30, ал түнде -80 болады. Полюстерде -143 градусқа дейін жетеді. Марста айға ұқсас өзінің серіктері бар. Олар Деймос пен Фобос. Деймосты күніне 2 рет көретін болсақ, ал Фобосты 2 күнде 1 рет қана көрсе болады. Ал Марс неге қызыл екенін білесіңдер ме? Марстың топырағында темір оксиді өте көп. Сол үшін топырағы қызыл болады. Ал қатты жел соққан кездері ол бүкіл атмосфераны қызғылт түске бояп тұрады. Күн жүйесіндегі ең қатты борандар Марста болады. Боранның жылдамдығы сағатына 200 шақырымға жетеді, және сол боран бірнеше апта болып, бүкіл Марсқа тарайды. Біздің күн жүйеміздегі ең ірі тау Марста орналасқан. Олимп тауы тіпті ғарыштан да көрініп тұрады. Жалпы адамдар Марсты байқағаннан бері оған деген қызығушылық тоқтаған жоқ. Міне балалар, біз Марс жайлы танып білдік, сұрағымызға жауабын таптық деуген ойдамын. Ендеше оқулығымыздың 95-ші бетіндегі 45-ші жаттығуға қарайық. Оқы, төменнен түсіп қалған сөздерді тауып, орнына қойып жаз дейді. Есентай Ерботиннің Байқоңыр өлеңінің шумағын толықтырып жазамыз. Мұндағы түсіп қалған сөздер ғажап, Байқоңыр, ғарышкерлер және жерім. Енді мына сөздерді орнына қойып айтамыз. Ғарышкерлер мекені, қазақ жері Байқоңыр. Қай жер саған жетеді, ғажап жерім Байқоңырым. Міне біз өлеңнің шумағын толықтырып жаздық. Балалар, еске түсірейікші, біз қарсы мәнді сын есімді алдыңғы тақырыпта өткен болатынбыз. Қарсы мәнді сын есімдер дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді айтатын едік. Мысалы, қалың, жұқа, ақ, қара, тағы да басқа сөздерді қарсы мәнді сөздер дейміз. Және де үй тапсырмасы. Оқулықтың 94-ші бетіндегі 43-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына қарамен жазылған сөздерге қарсы мәнді сөздерді қойып жаз. Қарсы мәнді сын есімдерді тауып, астын сызып жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.